жайда жерде күнде айда қандай мекен жайда түсінбейді қайдасың қайда жер деген шарайда. Дорамаға тойып алған досың. Саламатсыз. Қайсыз? Ойбай! Шынсың ба? Қайық бар ма? Күшті. Хабарласасың ғой ма? Ей, сен Айданамен жүріп жатсың ба? Түсірем, кеттік, 1, 2. Еркектер сияқты тұршы. Келді ауылда. Баняға су қойсаңдар, қазір тоқтап қаласың. Үйге кіргізіңдер ма? Пляктар толтырыңдар ана. Bir James aldım edelim diye öyle. İstemesem bunu da istemiyorum. Oy bıraktan tağana masayı. Noy. Kız biter sapşa kayıttan kız kalayın olacaksın. Dım vakit çok ko. Kömektesin alıp dursun tasayı var. Ya qora tazaladım, malga su құйдым, жем салдым. Dosta обрезки жасап та ағаштарға. Bir 100 алма қалып еді қазір. Dosta деймін да. Көктем келсе, жігіттер қозады, көктемнің әсері бар дейтін еді ғой. Біздің ауылдың иттерінде не подарок сияқты қойырсың. Иттерді ұту керек еді шеше. Білмей жоқ па салып. Тренажерға бірақ кім барған досың? Тренажер қалай болды, бірақ? Нормально. Душат соғайын ба? Шеше бір. Маған бір гречка, сүт, банан, сосын винс XL сері бересіз. Қолым мүзе тұста, аяғдаш. Сен. Брат, бүгін күшті қайда бердіңдер? Қолға. Қолға? База жоқ, брат. Мен жүрсем, мен еркек біл. Кеттік па? Сен осылай жүре деп тұрсың ба деп? Иә. Осылай? Может, лучше киім шеше саласың, может? Нормально ғой? Жап ішіңді, нормально саған. Еркек біл мен. Жан, мен бүгін вечерге барам. Бармайсың. Еркек біл мен. Артқа отшы. Неге? Алға бауырым отыратын еді ғой. Бол. Еркек біл мен. Кіммен сөйлесіп отырсың? Досым ғой. Отписка. Неге? Бүкіл еркектерде отписка жасашы сен. Вообще Инстаграм өшір, ема? Еркек біл мен. Саған қарын жатырмын. Атайсың болам. Саған түкте пайдасы жоқ қой? Ойнап айтам. Итак әдемісің сен. Еркек біл мен. Тек бір сөйлеп. Жер үйдегі әңгімелер. Жігіттер уайымдамасыңдар, смело ғой, колонканың дауысын мыңға қойып тастаңдар, ешкім үндемейді. Родной, жери деген кайф, по идее. Туалетте просто смело жүресің. Бір шашлик жасау керек еді. Родной, біздікіне жасайды да, біз де жер үйде тұрамыз ғой. Смело, родной. Үйде как раз мангал бар. Короче, мен бүгін бара алмаймын. Неге бара алмайсың? Батя ғой, үйде бір бөлесейміз, огород тазалаймыз дейма. Бойкаға апармайсың ғой, короче. Өзің үйіңде жуа бересің ғой. Досым, ана қорамен огород алып бір квартира салып, квартира беріп қойсам қалай? Алло, ассалаумалейкум досым, қалайсың? Кешке үйде асар болады, бір көмектесемін кел, 1-2 сағаттық жұмыс. Сөйтсе балдарға айта сала, Шмарт келе жатыр еш. Группада 15 қыз, мен ғана ол ғой. Оқтың бірден алам да, бәріне бір-бірден тарап ұстайым ғой. 8 март гүл мышқа сатайық деп байық қаламыз.
Өтпей қалсашы. Өтпей қалса сестренка бар да таратып тастайды. 8 март мақұл ғой, брат ше. 9 март туған күні ғой ше. Йо, не істеймін? Қыздарың бар, гүл керек, ақша керек, мышка керек. Неғып күліп тұрсың? Сен 5 сестраң еще мамаң бар ғой. Ойлашы, родной. Әр гүлді 1000 теңгеден алады да, 1800-ден сатады. Әр қайсынан 800-ден көреді да, 1000 гүл сатса 8 миллион көреді. Жан гүл по-любому солып қалады, білесің ғой. Одан да бір донерка алады да, донер жалайды, бересің. Қызыма iPhone алдым и 101 гүл алам, нормально ма сонымен? Нормально. Қызыңа гүл алып атсың, аю алып атсың, одан да сол ақшаларды анаңа бермейсің де. В общем, ақша жоқ па өзіңде? Я сол ақша айтыр, не істеуге болады? Бля, кредит аламын. Қалған роднойың. Братан, мебельде істейтін таныстар бар да жерде. Ой, ё. Соған звондаймын қазір өзің. Звонда тез. Тиіспе, батянікі оғы барсын. Родной білем мен, андайлар атылмайды. Ойнап отырмын, тиіспеш қызық жеріне келді. Өшпей. Тиіспе. Бля, айттым ғой. Құры! Ноутбук алдың ба? Қойшы, родной, ноутбук алдың ба не? Қымбат ноутбук кам. Құлатып алмасын, сызасың, құлатып ал. Ал, китайский ма бір нәрсе ғой просто. Не күтіп отырсың? Ішінде телефон қалып кетті. Ой, тупой, жақында алып ғой. Сенікі. Ай, Мартта туылған досың. Мама, ертеңге маған ақша керек болып тұр еді. Жоқ, 8 мартқа емес, Манастың туған күні ғой ертең. Брат, саған 8 мартта кайф шығар, сен маған сыйлық бермей қоймайсың, бермей қоймайсың дейсің ғой. Бүгін қыздардың мейрамы құттықтап қойсаңдар болады. Ай, бүгін Манастың туған күні, Манасты құттықтап қойсақ болады. Алдымен артымен 8 мартымен дейсің. Қуаңмен ала. Бүгін 8 наурыз қыздардың мейрамына 5000 теңге жинайын деп отыр. Онда Манас қоспай қойсын. Неге? Туған күні ғой бүгін. Манасқа